Ал оқушылар, бізге мынадай өрнек берілген, қосындының мәнін табу керек. Бұл қосындының мәнін табуда 99 бөлшектің барлығын қосып отыру мүмкін емес, сондықтан оңай тәсілін қарап көрейік. Бірінші бөлшектен 1 бөлінген 1 көбейткен 2, яғни 1-ден 1 азайтылған 2-ден 1. Екінші бөлшекті қарастырсақ 1 бөлінген 2 көбейтілген 3, 2-ден 1 азайтылған 3-ден 1. Бұнда ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі 6, бірінші бөлшекті 3-ке көбейтемін, екінші бөлшекті 2-ге көбейтемін. Сонда 2 көбейтілген 3, 3-ден 2-ні алсам 1 шығады. Дәл осылай басқа бөлшектерімізде екі өрнектің айырымы түрде жазып көреміз. 1 бөлінген 1-ден 1 азайтылған 2-ден 1 қосылған 2-ден 1 азайтылған 3-ден 1 қосылған 3-ден 1 азайтылған 4-ден 1. Дәл солай өрнектерді қосып 99-дан 1 дейміз, азайтылған 100-ден 1. Мына жерде бізде көріп тұрғаныңызда қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең. Яғни -2-ден 1, +2-ден 1, -3-ден 1, +3-ден 1, 4-ден 1, мына жерде 99-дан 1-де жойылып кетеді. Бізде қалған бөлшегіміз. Бізде енді қалған бөлшектерді жазамыз. 1-ден 1 азайтылған 100-ден 1. Ортақ бөлім 100, яғни 100-ден 99 деген сан шығады екен. Ал балалар, осыған ұқсас есептерді талдап үйренейік.